Иранға деген көңіл ерек. Қазір Ислам Республикасымен серіктестікті дамытуға көбел мүдделі. Солардың ішінде Қазақстанда бар. Апта басында Тегеранда екі мемлекеттің іскер топ өкілдерінің бизнес форумы өтті. 11 жыл бойы томаға тұйық күн кешкен Иран шетелден қаржы тарта алмады. Соның салдарынан экспорт азайды, өндірістің 3/4 бөлігі тұралап қалды. Енді санкциядан кейін салмақты келісімдер жасауға кірісті. Парсы шығанағындағы елмен еркін сауда-саттық жүргізуге Қазақстанның мүмкіндігі жеткілікті. Әуелі Өзен Берекет Гурган темір жолының ашылуын айтуымыз керек. Сосын Ақтау теңіз порты бар. Қазір бұл жерде тауар өткізу мүмкіндігі артқан. Демек, жүк тасымалдауға жағдай жасалған. Шектеулер тұсында да қос мемлекет арақатынасты үзген жоқ. Аз болса да сауда айналымы былтыр 380 миллион долларға иек артты. Жеміс-жидек, құрылыс бұйымдарын алдырттық, көбіне көп отандық астықты жөнелттік. Енді әріптестік қалай өрбімек? Ираннан оралған тілшіміз Индира Жылқайдарова жалғастырады. Иран енді экономикасын есеңгіреткен санкциялардан ада. Парсылардың қазақ кәсіпкерлеріне көз қарасы қандай? Наша мечта зайти на рынок Казахстана. Қазақстан мен Иранның әріптестігі нығаяды. Первое соглашение об экспорте казахстанского мяса в Иран на сумму 30 миллионов долларов. B2B кездесулердің бизнестегі нәтижесі туралы. Санкциялар құрсауынан босап, Иран халқы бөркін аспан қатып қуанғаны жақында ғана. Халықаралық қауымдастықтан қағаз жүгіріп, экономикалық санкциялардан бірнеше жыл бойы титықтап қалған Парсы елінің кәсіпкерлері біздің бизнес қауымдастыққа ашық екенін көрсетіп бақты. Қазақстан санкциялардан босаған Иранға ТМД елдерінің ішінде алғаш болып сапарлап отыр. Санкция салынған жылдары Иран Бразилмен сауда-экономикалық байланысты үзгені белгілі. Қаржылық операцияларына да бұғау салынып, бизнесмендер атызын салуды қойғанды. Расында санкцияның заманында томаға тұйық бұйығы ғұмыр кешкен Парсы халқының күдік күмәні толық басылмаған секілді. Бірақ қазақ халқына деген көзқарасы жылы Ислам Республикасы біздің бизнес қауымдастықтан жатырқаған жоқ. Иран жағынан жоспарланған 500-дің орнына 1000-ға жуық бизнесмен жиылды. Залға сыймағандары дәлізде тұрып-ақ келісіп жатты. Әлхамдулилласымен сөз бастаған Иран сауда өнеркәсібі мен кеніштер министрі Мухаммед Реза Немадзаде бірінші болып бизнес келісу жасауға қазақстандықтардың келуін жақсырымға балады. Екі елдің серіктестігі үшін жаңа мүмкіндіктер ашылады деген сенімдемін. Біз бұрын Каспийден Қазақстан мұнайын тасымалдағанбыз. Кейін санкциялардың салдарынан бұл ретте проблемалар туындаған болатын. Ал енді екі елдің тауар айналымы алыс-берісі нығая түсуі тиіс. Министр қазақстандықтар Иранның оңтүстігіндегі Парсы шығанағында порттар құрылысына инвестиция салса деген тілегін де білдірді. Қазір инвестиция құятын халықаралық есеп айырысу жүйесі біртіндеп ашыла бастайды. Казахстан никогда не прерывал своих политических, экономических, культурных связей с Ираном. Қазақстан Иранмен саяси экономикалық мәдени байланысын еш үзген емес. Әсіресе екі мемлекеттің басшылары деңгейінде көп келісім бар. Теміржол, автожолдар салынған. Ақтау теңіз портын қосымша тағы 3 миллион тонна жүк өткізе алатындай етіп кеңейттік. Екінші порт салынып жатыр. Ирандықтардың ұсынысы жерде қалған жоқ. Біздің ел Парсы еліндегі порт логистикалық орталықтарға инвестиция салуға әзір. Сегодня мы можем вполне Біз бүгінде құны 50 миллион доллардан 500-700 миллион ақш долларына дейін кез келген жобанды қаржыландыра аламыз. Ұзақ мерзімді жеңілдіктер қарастырылған несие беруге әзірміз. Жобалардың 6-7%-бен ұлттық шетелдік доллар, еуро валюталарымен де 20 жылға дейін қаржыландыра аламыз. Стратегиялық серіктес екі елдің тауар айналымы өткен жылы 650 миллион долларды құрапты. Оның 570 миллионы Қазақстанның экспорты. Санкция салқыны әсер еткені рас, бірақ енді еселенетін түрі бар. Бизнес форум аясында 10 келісім шартқа қол қойылды. Иран ұлттық даму қоры мен Бәйтерек холдинг арасында серіктестік меморандумы бекіді. Бизнес форумнан ұлттық чемпион кәсіпорын иелері құралақан оралған жоқ. Мәселен, Алагеум электрик компаниясы құны 2 миллион долларды құрайтын трансформаторларын экспорттайтын болды. Бұдан бөлек Шымкентте трансформатор майын өндіретін бірлескен зауыт ашылмақ. Независимость в поставках от российских поставщиков. Бұған дейін трансформатор майын көрші елден сатып алатынбыз. Биыл зауыт құрылысы басталса, отандық шикізат өндіріле бастайды.
Бизнес жиындағы тағы бір сәтті келісім. Отандық вагондар мен локомотивтер дизельдік қозғалтқыштардың Иран нарығына жөнелтілетіндігі. Идет обсуждение возможности поставок. Локомотив вагондарды Иранға саудалау барысын қаржыландыруды Қазақстан Даму банкі жүзеге асыратын болады. Сондай-ақ Иран қазақ елінің аумағында кальций қосылған сода өндіретін зауыттың құрылысына инвестиция салмақ. Ирандықтар геологиялық барлау жасауға құлшынып отыр. Иран Ойл компаниясы келешекте 4-тен 8 миллиард долларға дейін инвестиция салуы мүмкін. Біз Қазақстанның батысынан мұнай іздеп зерттеу жүргізбек ойымыз бар. Бұрғылау скважиналары бәрі өзіміздікі. Екі тарап бизнес қауымдастықтары кездесуінің екінші күнінде өткен іскерлер кеңесінің алғашқы жемісі Қазақстан Парсы елін сиыр және қой етімен қамтамасыз ететін болады. Келісім шарт құны 30 миллион долларды құрамақ. Иранды пайдаланып, мысалға біздің ойымыз, мысалға басқа да көршілес республикаларға шығаруға. Біздерде мысалға неміс технологиясымен салынған ет комбинаты іске қосылды. Мал бордақылау алаңдары бар. Отандық астықтың көп бөлігін импорттайтын да осы Иран. Бірақ биыл қордағы жиынтығы бар, өз бидайының бітік шыққаны бар. Иран біздің астықты тасымалдауға тыйым салыпты. Дегенмен мұның уақытша екенін білетін ирандық кәсіпкерлер Қостанай облысында элеватордың құрылысына инвестиция салуды көздеп отыр. Сіздердегі астықтың сапасы керемет, көрші елдермен салыстырғанда әлдеқайда таза. Қостанайда орнығып, бизнесімізді кеңейте түсеміз. Маған қазақстандық кәсіпкерлердің адалдығы ұнайды, айтқан сөзінде тұрады. Айта кетейік, бұл жиын екі тараптың іскерлер кеңесінің алғашқы отырысы. Қазақстандық кеңестің төрағасы болып Бәйтерек ұлттық холдингінің басшысы Қуандық Бишімбаев тағайындалды. Ал инвестиция және дамыту министрі Әсет Исекешевтің айтуынша, Парсы мемлекеті мен Ұлы Дала елінің қоян қолтық араласу үшін визалық режимді жеңілдетпесе болмайды. Бұл сауда-саттықтан бөлек туризм саласына да қажет. Очень большой интерес. Туризм және ғылыми технологиялар салаларында қомақты жобалар жүзеге асырылатын болады. Көлік логистикасының орны бөлек. Ұлы жібек жолының бір бөлігі Қазақстан мен Иран аумағынан өтеді. Сондықтан елбасының Ұлы жібек жолы транзиттік дәлізін дамыту жобасы екі ел серіктестігінің маңызды бағыттарының бірі. Талай жыл тегеуріні тежеліп келген Тегеранның осы күндері жаңа тынысы ашылғандай болып көрінді. Наша мечта зайти на рынок Казахстан. Қазақстан нарығына кіру біздің арманымыз. Егер қазақстандықтар қаласа, біз қуана келсеміз. Біз сіздердің туристік компанияларыңызбен келістік. Қазақстандық саяхатшыларды қабылдауға әзірміз. Олар ирандықтардың қыдырып келгенін қалайды. Бірақ визалық проблемалар бар. Тікелей әуе рейстері көбірек болса жақсы болар еді. Алдағы уақытта Қазақстанды таяу шығыс елдері Ауғанстан, Пәкістан, Иракпен жалғайтын Иранды Ресей, Орталық Азиямен жақындататын темір жол логистикасынан бөлек жаңадан әуе рейстері ашылмақ. Биыл жазда Астана мен Тегеран арасында тікелей әуе бағыты жұмысын бастайтын болады. Индира Жылқайдарова, Абылайхан Сейілбек, 7 күн, Иран астанасы Тегераннан.